Сол түні мен бір ғана нәрсені кеш түсіндім. Қауіп бөтен адамдардан емес екен. Қараңғылықта тұрғанымда мен қорыққан жоқпын, себебі жанымда сенетін адам бар деп ойладым. Ал қазір сол сәтті еске алсам, өзіме бір сұрақ қоямын. Егер қауіп өз үйіңнен шықса, қайда қашуға болады? Қораның есігі жабылғанда ішімде бір нәрсе үзілгендей болды. Жүрегім емес, сенімім. Бұл әңгіме бір түн туралы емес. Бұл ұзақ жылдар бойы үнсіз қалған шындық туралы. Мен қарапайым ауылда өстім. Үлкенге қарсы сөйлемеу, артық сұрақ қоймау біздің үйде заң сияқты еді. Мен әрқашан ұят болады деген сөзбен өмір сүрдім. Жездем сол үйдегі ең сенімді адамдардың бірі еді. Сырт көзге үлгілі күйеу бала, үйге көмектесетін адам ретінде. Ешкім одан жамандық күтпейтін. Мен де. Сол күні кешке үйде қарбалас болды. Анам шаршады, үйдің шаруасы көбейді. Жездем тыныш қана қора жақты бір қарап келейік деді. Бұл сөзде ерекше ештеңе жоқ еді. Күнде айтылатын сөз. Бірақ сол сәтте жүрегім біртүрлі қысылып кетті. Мен өзімді тыңдамадым. Кейде адамды қауіп емес, сенім алдайды екен. Қораға қарай үнсіз жүрдік. Тек аяқтың дыбысы. Ай сәулесі жерге түсіп тұрды. Қараңғылық қалың еді. Ішке кіргенде уақыт тоқтағандай болды. Жүрегімнің соғысын құлағыммен естідім. Мен бір нәрсе айтқым келді, бірақ сөз тамақтан шықпайды. Бұл жерде ашық ештеңе болған жоқ, бірақ ішкі қорқыныш бәрінен ауыр еді. Мен айғайламадым, себебі айқай ешкімге жетпейтін жүрегім сезді. Мен қашпадым, себебі аяқтарым тыңдамады. Ең қорқыныштысы, сол сәтте мен өзімді емес, басқаларды ойладым. Отбасы бұзылса ше, ешкім сенбесе ше, осы ойлар мені үнсіз етті. Таң атты, ештеңе өзгермеді. Ауыл оянды, адамдар күліп жүрді. Жездем ас үйде шай ішіп отырды, әдеттегідей. Міне, осы ең үлкен шок. Бір түнде менің ішімде бір өмір сынып қалғанын ешкім байқамады. Мен үнсіз қалдым. Күндер өтті. Түнде ұйықтай алмадым. Көзімді жұмсам, сол қора көз алдыма келе береді. Әпкемнің жүзіне қарай алмадым. Жездемді көрсем, жүрегім қысылатын. Мен өзімді кінәлі сезіндім. Неге екенін өзімде білмедім. Бір күні мен өзіме бір сұрақ қойдым. Егер мен үндемесем, ертең тағы біреу осылай үнсіз қалмай ма? Осы сұрақ мені өзгертті. Мен түсіндім. Үнсіздік мені емес, кінәліні қорғайды екен. Шындық айту өте ауыр еді. Бірақ үнсіз қалу одан да ауыр болды. Даусым дірілдеді, көзіме жас келді. Үй іші үнсіз қалды. Біреулер сенді, біреулер сенбеді. Бірақ сол сәтте мен бір нәрсені сездім. Мен енді үнсіз емес едім. Бірнеше күннен кейін маған бір адам келді. Мен де жалғыз емеспін, деді ол. Сол сәтте жүрегім суып кетті. Менің оқиғам жалғыз емес екен. Бұл жылдар бойы жабық қалған шындық еді. Бұл әңгіме жездем туралы емес, бұл үнсіз қалған жандар туралы. Егер сен де ішіңде ауыр шындық ұстап жүрсең, сен жалғыз емессің. Үндемеу қорған емес. Шындық ауыр, бірақ ол еркіндік береді. Егер бұл әңгіме жүрегіңе тиген болса, осындай өмірден алынған шынайы әңгімелер үшін каналға жазылыңыз. Мүмкін дәл осы видео бір жанға күш берер.